Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін шайға арналған өте дәмді әрі тез оңай болып шығатын пирогты бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Достар, барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар. Кейін мұздатқыштан шыққан майымызды үккіштің көмегімен осылай үгітіп аламыз. Кейін қолдарымызбен осылай мыжғылап ұнмен майды араластырып аламыз. Келесі бізде қант қосамыз және де сәл шым-шым тұз қосып осылай араластырып аламыз. Және де осылай бір жұмыртқаны қосып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осылай қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Кейін осы қамырымызды бірден сәл ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен кішкене жайып аламыз. Қалыңдығы 1 миллиметрдей, 1 сантиметрдей болуы керек. Осылай жұқалап жайып алғаннан кейін оқтаудың көмегімен алып, оны формамызға саламыз. Менде форма диаметрі 22 сантиметр. Осылай салып болғаннан кейін жан-жағын дұрыстап аламыз. Егерде жетпеген жерлер болса, артық қамырды алып сол жерге қарай саламыз. Және де қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Пісірмес бұрын ең алдымен шаңышқының көмегімен тесіп аламыз. Яғни біз ең бірінші осы тек қана основасын ғана пісіреміз, қалғандарын пісірмейміз. Ал енді салмаларын дайындайық. Ол үшін бізге сливки керек және де қант ұнтағы керек. Егер сіздерде творожный сыр болса, соны да қоссаңыздар болады. Және де сливкиді ағарып көтерілгенше және де қою болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Бізде осындай масса болып шығуы керек. Ал енді піскен основамызды пештен шығарып, оны суытып, суығаннан кейін үстіне вареная сгущенка жағамыз. Вареная сгущенкаларыңыз жақсы, сапалы болуғаны дұрыс. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып жағып шығамыз. Және де осы вареная сгущенканың үстіне банандарымызды кесіп, әдемілеп тұрып салып шығамыз. Менде 1,5 банандай кетті. Банандарымызды салғаннан кейін үстіне сливкиімізді әдемілеп жағып шығамыз. Менде сливкиім сәл сұйықтау болып қалды. Жалпы бұған творожный сыр қоссаңыздар, өз формасын ұстап тұрады. Менде творожный сыр болмағандықтан тек сливкимен істедім, бірақ дәмі де еш өзгеріс болмайды, өте дәмді болып шығады. Осылай лопатканың көмегімен сливкиімізді жағып шығып, оны үстін әсемдеуге осындай шоколадты үгітіп қойсаңыздар болады. Осылай біздің пирогымыз дайын болды. Бірден жесеңіздер де болады, немесе тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойсаңыздар болады. Осылай кесіп, әдемілеп столға қоямыз. Баршаларыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше баршаларыңызға көп-көп рахмет.